Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Өткен жаңа жылдарыңызбен, бүгін мен сіздерге видеоның соңына дейін тыңдасаңыздар, жақсы ақпаратпен бөліспекшімін. Ең бірінші рет көріп отырсаңыздар, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Бүгін менің өзімнің мұғалімдік тәжірибемде сіздерменен жақсы бір бағалаудың түрімен бөліспекшімін. Мысалы, мен осыны өзім міне, мынау қамшы, қазақтың қамшысы. Мен қазақ бет болғаннан кейін міндетті түрде мен сабағымды қазақтың иісі шығып тұратын қылып өткізгім келеді. Сондықтан міне осы қамшыны мен өзім міне қаптап қойғам. Жақсы, кез келген кезде осыны пайдалана беремін. Қамшысы бар, тақиясы бар, және қоржыны бар. Қоржыны бар. Енді бұл жерде міне өздеріңіз байқасаңыздар, мына жерде кішкентай стикерлер бар, оқушылардың күлегештері. Бұл деген сөз бүгінгі сабағымыз қоржыныма салдым, сабақта барлық білімді өзім ұқтым деген мағынаны білдірсе, осыған енді бізше айтқанда бұл орташа өздерін бағалаған балалар осы қоржынға өзінің күлегештерін жабыстырса болады. Келесі бұл тақия. Қазақ халқы әрқашан бас киімді қадірлеген ғой. Сондықтан мен үшін тақияның да орны өте керемет. Тақияға белгілеген өздерінің күлегештерін жабыстырған балалар, бұлар бүгін мен бүкіл сабақты меңгеріп, миыма құйып алдым деген құйма құлақ оқушыларының жабыстыратын тақиясы. Қамшы. Қамшыда енді бұл өздеріңіз көріп отырғандай, қамшыда бұл әлі мен өзімді қамшылауым керек. Менің әлі түсінбей жатқан жерлерім бар. Өзімді қамшылап білімнің шыңына жетемін деген. Енді бұлайша айтқанда, кішкене қамшылау жетіспей жатқан балалар өздерінің күлегештерін осы қамшыға жабыстырады. Енді менің бүгінгі көрсеткен сіздерге көрнекілігім пайдалы болады деген ойдамын. Сіздер мені тыңдағандарыңыз үшін үлкен көп алғысымды жариялаймын. Келесі видеомда бұдан да жақсы ақпаратпен бөлісем деген ойдамын. Маған егерде жазылмасаңыздар, подписаться батырмасын міндетті түрде басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен сау саламатта болыңыздар.